Баршаңызға сәлем, қалайыңыз қалай? Бүгін біз қызымыздың тұсауын кесіп, шағын қонақ шақырып, атап өткелі жатырмыз. Саған мен қазір франчоза жасап жатырмын. Жалпы қызымның туған күнін 29 наурызда атап өткенбіз, көп қонақ шақырып, ауызашар беріп. Бірақ бүгін шағын өзіміз қызымыз қадам жасап. Мама, қызым деп айтпа. Қызым деп айтпа. Менің қызым ғой, олайына немере бар деп ойнап отырсың. Солай. Бізбен бірге болыңыздар. Влогты ары қарай тамашалаңыздар. Деп айтпайын. Сосын айтын деді. Атады ұқсап кетті. Маған атам ұқсап берген мама деп. Ол мен қызым деп. Сізге немере деп отырсам да. Бұл не түсіріп айтыр ғой. Соған қызым дейді, мен айтамын, қызым деген маған бүкті көп тұр деймін болса. Мен блогер болып жүрмін ғой әлде. Күнделікті өмірімді түсірейін деп бастап жүрмін ғой. Алдында дейтін бірінші блогым түсірдім Астанадағы. Телевизордан қосып бере аламын ғой. Айна жүріп бір телевизорды бес бер. Бүгін сол айнасын тұсауын кесіп отырып қой деп, ютубқа салып қояйын деп. Телевизордан қараймыз ғой ертең бірер жылдан кейін. Мен айнасын тұсауын кесіп едік. Бүгін шесі, бүгін 24 майда деп. 23 ма бүгін? 23 мамырда кесіп бізде айтамыз осы. Бізде мынандай болып жатыр. За кадрой голос. Бұл біздің әже. Сәлем достар. Бұл біздің мама. Мама түсіп жатыр. Тәте қой. Мамадан мәселес. Мен мамамен елес алмай мамадан сұрар. Қолын кесіп кететін не саламыз. Тұсаукесерге арнап, осындай өлең шумақтарын жазылған, мамандық жазылған қағаздар дайындап қойдық. Мысалға, қолөнерші қыл қаламмен сыр шертесің, оюлармен көркемдейсің. Айназ қызым шебер болып, мұра қып сән бересің деген өлең шумағын ChatGPT арқылы құрап алдық. Сосын осындай канваға салып, әдемілеп шығарып қойдық. Енді қазір осыны орап, осылай орап, лентамен байлап, дайындап қоямыз. Одан кейін қызымыздың алдында 6 вариант тұрады, соны таңдайтын болады. Әдеттегідей домбыра, кітап деген заттарды қоймадық. Осылай қағаздан қандай мамандық иесі болатынын таңдайтын болады. Жаңа дайындаған қағаздарымыз осындай болып әдемі шықты. Дастарханымыз дайын болып, енді қонақ күтіп отырмыз. Дастарханымызда не бар екен, сіздерге көрсетейін. Мына жерде фрукты, тәттілеріміз. Ең қызығы мына жерде балықтан жасалған осындай палатикалар бар ішінде. Овощилар бар, өте дәмді. Салаттарымыз, самса бүйректеріміз. Енді бұл жерге бұйырса қазір ысылай бауырсақ алып келеміз. Қонақтарымызды күтудеміз. Ет дегенде бет бар мама, сықитып. Мама, сірнеп сір қойды. Вах. Пота шашудың кәмпитін жеп жатыр. Азамат су құйып жіберді.
Мен де бармын. Әке онда. Қазір заманауи болу керек қой. Не ол? Таңдайтын бөлем. Енді біз бірдеңімізді алып келуіміз керек. қазір істеді Бісміллә. Маған нетсе сүрінчік болады, ал енді жыламайсыңдар екен. Құлайды. Басын жарады. Ал жолың ақ болсын, әрдайым оң болсын. Ал. Мен жете алмай қойып. Маған жеткізбейді ойбай. Ал. Мә, дәрігер боламыз дейді. Аяғым ауырып кетті екен, мә. Ақ халатты арман етіп, шипа беріп, жанға сыйып, Айназ қызым емші болып, жақсылықта тәріп беріп дейді. Жақсы бол, жақсы бол. Мамасы қалай тақсын. Кел, мынаны оқимыз ба? Екінші құтты болсын қадамы оңынан болсын. Ұстаз болам дейді мама. Білім шашып қойға жетелейсің асқар ойға. Айназ қызым ұстаз болда, үйрет елге адал болды. Бәрі болды. Al давай, давай. Оқимыз онда. Бәрінде оқы, бәрінде оқы. Қолөнерші дейді. Vay, atas ya. Süpiyattan akşalar bütün oldu. Ne küçük oldu. Ne var ya? кетеді қарамайды İyi okup durmasın. Айтып үлгермей еді. Пока. Айнас, пока. Пока.